Сәлем достар, әр елде жалпыға бірдей міндет ережелері, мемлекет белгілеген бүкіл нормативтік құқықтық актілері, яғни өз заңдары болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін Солтүстік Кореяның сұмдық заңдары жайлы айтамыз. Бүкіл әлемде 2017 жыл болса, қазір Солтүстік Кореяда 105 жыл. Неге десеңіз, Кореяда жыл санағы революционерлік лидер Ким Ир Сеннің туған күнінен басталады. Сәуірдің 15-і 1912 жыл әр кореялықтың ең сүйікті күні болуы тиіс. Солтүстік Кореяның Пхеньян астанасында тұрғыңыз келсе, сізде Ким Чен Ынның заңды түрдегі рұқсаты болуы керек. Себебі Пхеньянда тек белгілі дәрежедегі және Ким Чен Ынның айтуы бойынша лайықты адамдар өмір сүруі тиіс. Солтүстік Кореяда теледидарда тек 3 канал көрсетіледі. Оның өзі күні бойы емес, тек жұмыс біткен кездері қосылады және үкіметпен түгелдей бақыланады. Тіпті кореялық арналарда 2014 жылы Бразилияда өткен әлемдік футбол чемпионатын Солтүстік Корея ұтып кетті деп көрсетілді. Группалық этапта Жапонияны 7-0, ақш-ты 4-0, Қытайды 2-0 ғып ұтып, группада бірінші орынды иеленіп, ары қарай Португалияны 7-0, Германияны 2-1, Оңтүстік Кореяны 3-0 және финалда Бразилияны 8-1 ғып ұтқаны жайлы көрсетілді. Өйткені Корея ешқашан ұтылмайды. Оқу жылы басталған кезде балаларға қаламдар мен қарындаштар, дәптерлер мен кейбір кездері кітаптарды сатып алып жатамыз. Бірақ Солтүстік Кореяда мектепке барсан, сен тек дәптер мен кітаптарды емес, солай парталар мен орындықтарды және балаға емес мектепке керек заттарды әкелуге тиіссің. Солтүстік Кореяда заңды түрде бекітілген шашты қию үлгісі бар. Еркектердің 15, әйелдердің 15 түрді шаш алу үлгілерімен ерекшеленеді. Егер шаш осы 15-не ұқсамайтын және басқа болса, сол адамды түрмеге отырғызып тастайды. Ал егер біреудің шашы Ким Чен Ирге ұқсаса, оны өлім жазасына қияды. Солтүстік Корея өзінің құнарлы жерімен тыңайтқыштарымен танымалы. 2008 жылға дейін барлық елдерге Солтүстік Кореядан 500 мың тонна түрлі тыңайтқыштар жіберілді. Кореяның заңы бойынша төменгі сатыдағы әр адам тыңайтқыш ретінде жылына 2000 тонна нәжіс тапсыруы керек. Бұл норманы орындай алмаған адам түрме мен лагерлерде өз орнын табады. 2011 жылы Ким Чен Ир қайтыс болған кезде бүкіл Солтүстік Корея тоқтамай бірнеше күн бойы жылады. Кейбір адамдардың жылағандары дұрыс емес немесе өтірік сияқты көрінсе, оларды түрмелер мен қатаң лагерлерге апарып тастаған. Ал мүлде жыламағандарды азапты өлім жазасына заңды түрде жіберген. Қатаң лагерлер мен түрмелер жайлы сөз қозғасақ, егер біреу сол жерге түсетін болса, онда оны 3 ұрпағымен бірге сол жерге отырғызады. Яғни атасы мен әжесі, әкесі мен анасы, өзі және балалары. Мұндай сұмдық жазаға 100 мыңдаған кореялықтар ұшырады. Солтүстік Кореяда барлық елдердегідей сайлау өтеді. Бірақ сайлау кезінде елді басқаруға үміткерлері болмайды. Себебі Солтүстік Кореяның басшысы тек Ким Чен Ын болып саналады. Сайлауға 100% адамдар келеді және бәрі тек Ким ЧенЫнға дауыс береді. Сіз қазір көріп отырған ол ғарыштан түсірілген Солтүстік Кореяның бейнесі. Пхеньянды санамағанда басқа төменгі кластағы адамдар тұратын жерлерде жарық болмайды. Оны тек күніне бірнеше сағатқа қосады. Ал қыста жарық мүлде болмауы мүмкін. Видеоға міндетті түрде лайк басып, Пазл каналына жазылуға ұмытпаңыз. Және өз достарына бізде күнде жаңа видео екенін айтып жүріңіз. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бастаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Бүгінге осы.